Сәлеметсіз бе апай, кеш жарық. Бұл 13-ші лабораториялық тапсырма Бёрд библиотекасымен жұмыс істеу. Бёрд библиотекасы бізде сөздерді тануға және оларды классификациялауға, эмбендинг жасауға, сұрақтарға жауап беруге арналған өте күшті библиотекалардың бірі. Ол Python тілінде енгізсек болады. Transformers библиотекасының ішінен Бёрд моделін алып келетін, импортировать ететін боламыз. Және де бастамас бұрын, бұл мен ноутбугым Заңғар Бөгенов бастайтын болсақ, мына жерде қазір менің камерам жоқ болып кетуі мүмкін, что-то сондай программаны ошибкалар болып тұр екен. Сонда да жалғастыра берсем, айып етпесеңіз. Бірінші ең бізде Transformers библиотекасының ішінен өте үлкен библиотека. Оның ішінде Bёрд Tokenizer, Bёрд for Sequence Classification, Bёрд Model және Bёрд Question Answering дейтін модельдерін импортировать еттім. Жалпы мен программаның мақсаты, мен 3 функция қосқан болатын. 3 функцияның мақсаты ең бірінші тексті классификациялау. Яғни мен бұл жерде текст берем ең алдымен. Ол текстің эмоциясын негативті ма, позитивті ма, соны 1-ден 5-ке дейін рейтинг беруге болады. Егер 1 деген өте негативный, 5 деген өте позитивный информация деген сөз. Ол үшін жаңа токенайзер айнымалысын аламыз. Bёрд Tokenizer библиотекасының ішінен from pretrained деген функциясының ішінен осы модельді алып келетін боламыз. Ол модельдің іші жаңағы осы 2 модель, токенайзер және модель деген айнымалылары сөзді алып, сол сөзді мысалы текст деп тұр, функциямыздың параметрлеріне тексті береміз. Сол текстті алып, осы 2 модель арқылы сұрыптау барысында жүреді. Басында компиляция өте ұзақ жүрді менде. Демек, ол яғни тану және синтездау процесін өтіп отыр. Одан кейін предсказанный рейтинг, яғни 1-ден 5-ке дейін алатын рейтингті аламыз. Одан кейін екінші менде функция, ол эмбендинг функциясы. Жалпы эмбендинг дегеніміз не? Эмбендинг дегеніміз жалпы біздің компьютер, ол адамнан ерекшелігі, ол сөздерді бірден түсінбейді. Мысалы, егер ит мысық деп айтсақ, ол ит мысық деп түсінбейді. Оны түсіну үшін эмбендинг процесі керек. Эмбендинг процесі сол сөздерді цифрлық форматқа ауыстырады. Яғни цифрлық форматты компьютерға түсіну ыңғайлы, және ол цифр арқылы көптеген информацияларды сақтауға болады. Және де бір ерекшелігі, егер мысалы ит, күшік деген, иттер деген сияқты бір-біріне ұқсас сөздер келетін болса, олардың эмбендингтары да бір-біріне ұқсас келетін болады. Оның ішіне жаңа токенайзердің ішінен Bёрд Base Uncased және Bёрд Base Bёрд Model және токенайзер айнымалыларын қолданамыз. Және сыртқы шығарарын болсақ, модель деген айнымалы ішінде input, яғни енгізген сөздерімізді аламыз. Және ол бізге NumPy библиотекасының ішінде жаңағы эмбендингтің нәтижесін экранға шығаратын болды. Ол эмбендинг нәтижесі сандар түрінде болады. Ең соңғы менде сұрақтарға жауап беру. Жалпы NLP және искусственный интеллекттің ерекшелігі, олар сөзді түсініп, оған жауап беру мүмкіндігі бар. Солардың ең биік дәрежесі, мысалы ChatGPT-ді алатын болсақ, ол сөзді 1-ден түсініп, керекті сәйкес келетін ең дұрыс жауапты табуға тырысып, 1-ден жауап беретін болады. Бұл жерде мен сұрақ қоятын боламын, және ол сұраққа жауап беруге тырысады. Соның ішінде жаңа токенайзер тағы да айнымалысын ашамыз. Оның жерінде Bёрд Tokenizer-дің жаңа импортировать еткен библиотекамыз ішінен from, яғни from pretrained, алдын ала жабдықталған айнымал методын аламыз. Оның ішінде Bёрд Large Uncased Whole Word Masking Futunated Squad деген ішіндегі моделінің бір под моделін қолданатын боламыз. Start және end модельдер, және бастауға және аяқтауға арналған 2 айнымалы, және answer деген осы біздің моделімізді қолданып, сұрағымызды алып, яғни question деген айнымал арқылы, ол question осында жалғайтын боламыз. И answer арқылы ол ответті осы қайтаратын болады. Яғни ең бірінші мысал выводты, бірінші классификация тексті, яғни тексті классификация жасайды. Мысалы, мен берген текст, мен Бёрдтің ағылшынша моделін қолданған болатын. Ол өте танылған, өте жылдам, өте қате жіберу
шансы өте төмен. Мысалы мен оған мынандай сөйлем бердім классификация жасауға: I love this product, it's amazing. Мен бұл продуктты жақсы көремін, бұл өте керемет деген. Яғни бұл жерде позитив, жақсы эмоциялар ұрып тұр. Сондықтан ол 1-5-ке дейін қазір қалай бағалайтын көреміз. Екіншісі ол embedding тексті. Мысалы this is a test sentence. Бұл тесттік сөйлем деп сөйлем бердім. Ол сол embeddingнің кодын маған жіберетін болады. Үшіншісі ответ на вопрос, яғни мен мынандай сұрақ қойдым оған, контекст сіресінде мынандай контекст: Python is a popular programming language created by Guido van Rossum in 1991. Яғни Python өте кең танылған программалау тілі, ол 1991 жылда ашылған болатын. И мынандай сұрақ қоямыз оған: Who created Python? Яғни Pythonды кім ойлап тапты? Яғни осы сұраққа байланысты ол answer question деген жаңағы мен құрастырған функциямызға осы сұрақты береміз. Сол ответ ретінде қазір қалай жауап беретін көрейік. Запускать ететін болсақ. Мен біріншісі келіп тұр, классификация тексті. Міне мен оған, мен бұл тауар жақсы көремін, бұл өте жақсы тауар. Ол предсказанный рейтинг, яғни 1-5-ке дейін алатын болсақ, 1 ең төмен, 5 ең жоғары. Бұл эмоциясы 5-ке тең деп бізге шығарып тұр. Embedding тексті, яғни бұл тесттік сөйлем деген сөздің embeddingі, яғни NumPy'дың есептеу бойынша 1-176 аралығындағы массивті беретін болады. Ең соңғы бізде ответ на вопрос. Бұл жерде бізге шағын ғана ошибка емес, бұл ескертпе ретінде жіберілген, бірақ код соған байланысты қарамаса да жұмыс істей береді. Ответ ретінде, мысалы, ответ на вопрос сұрағымыз: Pythonды кім ойлап тапты? Ответ: Guido van Rossum. Дұрыс жауапты алып тұр. Яғни бұл тапсырмада мен BERT технологиясының қалай жұмыс істейтінін, оның ішіне жаңа тексті классификациялауға, оның бізге олаған сөз, екіншісі ол біз оған сөз берсек, яғни біз оған сөз берсек, ол қалай жұмыс істейтіндігі, яғни сөзді қалай өзінің машинный кодқа ауыстыратынын көре аламыз. Үшіншісі ол жаңағыдай сұрақтарға жауап беру функциясын көре аламыз. Бұл жаңа шағын ғана не болуы мүмкін, бірақ осы дамыта келе ChatGPT сынды мықты модельдерді құрастыруға болады. BERT соның ішінде бір несі деп алсақ болады, баспалдағы ретінде, бір тренировка ретінде, жалпы өзі BERT мықты технология ретінде жатады. Одан кейін бөлек мен не көрсеткім келіп тұр, презентация семинар ретінде. Егер функциялар аз деп ойлайтын болсаңыз, семинардың балына қойылмайды, мен BERT жайлы шағын презентация жасаған болатым, соны айтып кететін болсақ. BERT моделіне кіріспе. BERT бұл тілдік модельдердің дамуына үлкен серпін берген ірі жасанды интеллект моделі. Ол табиғи тілдерді өңдеуге жаңа кезеңнің бастамасы болды. BERT арқылы компьютерлер мәтінді контексттерде түсініп, күрделі тілдік тапсырмаларды тиімді орындай алады. Яғни бұл презентациямда мен Python тілінде, сонымен қоса жалпы жасанды интеллект әлемінде BERT-тің орны, қолдану аясы және де қандай қызметтер атқаранын айтатын боламыз. BERT модель жалпы тілдік модельдердің, оның ішінде сөзді танудың, сөйлемдерді, сөздік құрылымдарды, сөз тіркестерін тануға арналған ең мықты модельдердің бірі. Олардың негізгі айтылатын тұжырымдамалары фактілер. BERT трансформер архитектурасына. Бұл архитектура мәтінді өңдеуде ұзақ контексті тиімді есте сақтауға мүмкіндік береді. Бұл BERT-тің басты айырмашылығы. Одан кейін attention механизмі. Бұл мәтін ішіндегі маңызды бөліктерге көңіл бөлу арқылы модель әрбір сөзді концептуалды түрде түсінеді. Conceptualized embedding, яғни қолданған embeddingмен қатысты әрбір сөздің мәні мен сөйлемдегі орнына байланысты өзгеретін ерекшелігі. OpenAI-дан ChatGPT-дің айырмашылығы: BERT екі жақты контекстті қолданады, ал ChatGPT тек бір жақты. Бір тапсырма BERT-тің тиімділігі артады. Яғни ChatGPT-ға келетін болсақ, ол бір ғана контексті, бір ғана
информацияны алатын болса, Бёрд бірнеше, яғни екі контекстен де алып, ол оның дәлдігін сұраққа барынша қанағаттандырарлықтай жауап беретін мүмкіндігі бар. Одан кейін Бёрд архитектурасы, ол Бёрд архитектурасы Бёрд Base және Бёрд Large, яғни Base дегеніміз ол қарапайым, базовый, екінші Large ол өте үлкен версиясы. Олардың айырмашылығы, Бёрд Base ол 12 қабаттан тұрады және 110 м параметрлардан тұрады, ал Large оның үлкен версиясы ол 2 есе 24 қабаттан және 340 параметрге ие. Қабаттар мен параметрлер, қабаттар саны мен модельдер көлемі модельдің қуаттылығы мен өнімділігін анықтайды, яғни қабаттар саны көп болған сайын оның нақтылығы, дәлдігі арта береді. Сонымен қоса оның алатын ресурстары да арта береді. Input representation, яғни қандай бөлшектерден тұрады, ол tokenizer, ол сөздерді бөлшектеу, одан кейін segment embedding, сөйлемдерді бөлу, және position embedding, сөздердің орны. Бёрдті оқыту әдістері ол masked language modeling және next sentence prediction деген екі оқыту әдістері бар. Олардың қайсы MLM-ға келетін болса, ол кейбір сөздер маскаланып, модель оларды болжап үйренеді. Бұл тілдің құрылымын түсінуге көмектеседі. Ал NSP-ға келетін болса, ол модель екі сөйлемнің бір-біріне байланысты екенін анықтап, контексті байланысты түсіндіреді. Бёрдті қолданылуы. Бёрд осы үш салада қолданылатын үш саласы бар. Ол sentiment анализ, мәтіннің позитивті және негативті көзқарасын анықтау, бұл мәтіннің эмоция тануға өте көмектеседі. Question answering, сұраққа жауап беру, яғни интернеттен дұрыс ответқа лайықты түрде ең дұрыс ответті жауап беруге тырысу. Name and entity recognition, яғни адамдар, орындар, ұйымдарды анықтау мүмкіндігі. Python кітапханалары Бёрдті оңай интеграциялап, күрделі тілдік тапсырмалауға шешуге болады. Pythonда Бёрдті қалай іске асыра аламыз? Оны Python Transformers кітапханасының ішінен импорттауға болады. Одан кейін модельді жүктеу, яғни алдын ала модельді жүктеп ішіне енгізу, және fine tuning, модельді нақты тапсырмаға бейімдеу үшін кішкене деректер жиынын пайдалану арқылы Pythonда Бёрдті іске асыруға қолдануға болады. Бёрдтің шектеулері мен болашағы, ол көп тілділік, әртүрлі тілдерді ерекшелікті ескеру қажет. Көп тілді нұсқалар әзірленуде. Болашақ дамуы, ол жеңілдетілген және тиімді архитектураларды зерттеліп жатыр. Яғни архитектураның көп болуы, тиімді, жеңіл болуы, бұл болашағын дамуына үлкен бір алғы шарты десек болады. Есептеу ресурстарына тәуелділік, үлкен модельдер көп уақыт және көп жады қажет етеді. Бұл кедергілер тудырады. Яғни бұл кедергісінің бірі, нақтылық арту үшін бізге көптеген ресурстар керек, ал көптеген ресурстар уақытты және компьютердің памятін жейтін болады. Қорытындылай келетін болсақ, Бёрд моделі жасалынды интеллекттің тілдік, именно ішінде тілдік NLP бағытындағы бір өте күшті құралдардың бірі. Python және Transformers құралдары арқылы біз Бёрдті алып келе алатын боламыз Python'ымызға, және оны қолдану мүмкіндігіміз бар. Қорытындылай келсе осы. Жалпы тыңдағаныңызға рахмет. Сау болыңыз.